Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ас қорыту аппараты, құрам бөліктері. Азық қорыту аппараты орысша пищеварительный аппарат, аппаратус дайджесторус. Азықты қабылдау, оны механикалық өңдеуден өткізу, механикалық өңдеуге ұсақтау, жібіту, араластыру жатады. Мүшелерден мүшелерге жылжыту, биологиялық қызметіне микроорганизмдердің көмегімен бактерия, қарапайымдылар, саңырауқұлақтар, химиялық өңдеулерден өткізіп, қорытылған қоректік заттарды сіңіру және де азық қалдығын сыртқа шығару қызметтерін атқарады. Азық қорыту аппараты сыртқы орта мен жануарлар денесіндегі екі табиғи тесікпен байланысады. Бірінші кіреберіс тесік ауыз саңылауы және де шыға беріс тесік анал тесік арқылы қатысады. Ол негізінен жүйелі түрде кезектесе орналасқан түтікше мүшелерден және де олармен өзектер арқылы байланысқан ірі ас қорыту бездерінен тұрады. Азық қорыту аппараты 4 бөлімге бөлінеді. Бірінші бас бөліміне ауыз қуысының мүшелері мен жұтқыншақ, алдыңғы бөліміне өңеш пен қарын, ортаңғы бөліміне ащы ішек, оған 12 елі ішек, аш, мықын ішек, және де ірі ас қорыту бездері, бауыр, ұйқы безі, және де артқы бөлім жуан ішек. Оның ішінде бүйен, тоқ ішек, тік ішек жатады. Ауыз қуысы ротовая полость, кавиум орис, жұтқыншақпен жалғасып, бас бөлімді құрайды. Ауыз қуысының мүшелеріне жоғарғы және де төменгі ерін, ұрт, тіс, қызыл иек, қатты және де жұмсақ таңдай, тіл, сілекей бездері жатады. Ерін, орысшасы губы, лабия, ұрт, щеки, булка, қызыл иек, десны, гингива, тіс, зубы, денс немесе дентес. Қатты таңдай, твердое небо, палатум дурум. Жұмсақ таңдай, мягкое небо, палатум молле. Тіл, язык, лингва. Жұтқыншақ, глотка, фаринкс, ауыз қуысын өңешпен, мұрын қуысын көмекеймен жалғастырып, азық қорыту және де тыныс алу жүйелеріне ортақ, пішіні түтікше келген, етті жарғақты мүше болып табылады. Ащы ішек, тонкая кишка, интестинум тенуе. Қарын мен бүйеннің аралығында орналасқан азық қорыту аппаратының ортаңғы бөлімі болып табылады. Ащы ішекте қарында жартылай қорытылған жын құрамындағы қоректік заттар, белок, майлар, көмірсулар, қабырғалық жалпы ішектік бездің ұйқы безінің сөлдері құрамындағы ферменттердің әсерінен және де бауырдан келген өттің қатысуымен өздерінің қарапайым мономерлеріне ыдырап, химиялық өңдеуден өтіп қорытылған қоректік заттар ащы ішек бүрлеріндегі эпителий қабаты арқылы сорылып, қанға және лимфаға сіңіріледі. Алдағы суретте ірі қара малының ас қорыту мүшелері орналасқандығын көрсеткен. Ащы ішек, тонкая кишка, интестинум тенуе, 12 елі ішектен, 12-перстная кишка, интестинум дуоденум. Аш ішек, тощая кишка, интестинум джеджунум. Мықын ішек, подвздошная кишка, интестинум илеум. Ірі ас қорыту бездеріне бізде бауыр және де ұйқы безі жатады. Бауырдың орысшасы печень, хепат. Ұйқы безі, поджелудочная железа, панкреас. Жуан ішек, толстая кишка, интестинум красум. Азық қорыту аппаратының артқы бөлімі болып табылады және де ол 3 ішектен тұрады. Бүйен, слепая кишка, интестинум коекум. Тоқ ішек, ободочная кишка, интестинум колон. Тік ішек, прямая кишка, интестинум ректум. Тағда ірі қара малының ас қорыту мүшелерінің орналасқандығы көрсетілген. Пищевод бізде өңеш, сетка, книжка, сычук, рубец деген бұл көп бөлімді қарынның 4 түрі. Мес қарын, қатпаршақ, жұмыршақ, ұлтабар. Келесі суретте жылқы малының ас қорыту мүшелері көрсетілген. Жылқы малында күйіс қайыратын малдан айырмашылығы оларда бір бөлімді қарыннан тұрады. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Жақсы, сау болыңыздар.